Өткенді зерделеу тек тарихты тану ғана емес, ұлттық жадымызды жаңғыртып, әділеттілікті қалпына келтірудің маңызды қадамы. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар репрессия құрбандарының тағдыры, кеңестік жүйенің зардаптары мен бүгінгі тарихи сана мәселелері жөнінде біз тарихшымен кеңінен әңгімелесеміз. Қонағымыз тарих ғылымдарының кандидаты Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының Астана қаласы филиалы басшысы Құралай Сәрсенбина. Құралай Қуандықызы, хабарымызға қош келдіңіз. Арнайы уақыт тауып келгеніңізге әуелі рахмет айтқым келеді. Рахмет. Осыдан 6 жыл бұрын, қателеспесем, тікелей президентіміздің тапсырмасымен үлкен комиссия құрылды, яғни саяси қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды ақтап алу үшін. Бүгінгі осы комиссияның жұмысы толық орындалды деп айта аламыз ба? Осыдан бастасақ әуелі. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Негізі 2020 жылы 24 қарашада президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мақсатында. Бұл комиссия үлкен қыруар жұмыстарды атқарды негізі. 2020 жылдан бастап 2023 жылдың 26 желтоқсанына дейін ауқымды жұмыстар атқарды. Негізгі жұмыстарын атап өтсем, комиссия басталған кезде бізде осы комиссия жұмысына арнайы мамандандырылған тарихшы мамандар тапшы болды. Негізі шындықты айту керек. Себебі өзі репрессия тақырыбымен бізде Қазақстанда атақты белгілі ғалымдар айналысқан, оны бүкіл жұртшылық біледі. Арнайы репрессия тақырыбымен кәсіби айналысатын ғалымдар негізі аз болды бізде. Сосын бұл репрессия тақырыбына тек қана тарихшылар емес, заңгер ғалымдар тартылу керек, философтар, психологтар, әлеуметтанушылар, мәдениеттанушылар барлығы тартылу керек. Негізі себебі бұл саяси қуғын-сүргін деген бүкіл біздің қоғамдағы жалғыз бізді Қазақстан ғана емес, КСР-ның аумағындағы халықтардың бүкіл психологиясын, жалпы бүкіл ұлттық рухынан айырылған сондай бір үлкен қуғын-сүргін қасірет, зобалаң деп айтамыз. Сол 2000 жылы комиссия құрылған кезде бірқатар енді мәселелерде болды комиссияның алдында. Бірінші кадр мәселесі, әрине бізде көптеген 240-тан аса ғалымдар тартылды. Біздің кәсіби маман ғалымдардың арқасында осы тарихшылар болсын, заңгерлер болсын, кейінгі буын сол комиссия жұмысына арнайы тартылды. Сөйтіп комиссия жұмысы өзінің жұмысын бастап кетті, жемісін көрсетті. Нәтижесінде 70-тен аса жинақ жарияланды дейміз. Ол баспасөзде көптеп жарияланды. Біздің мемлекеттік кеңесшінің өзінің жасаған баяндамаларында айтылды. 311 мыңнан аса адам саяси қуғын-сүргін құрбаны ақталды дейміз. 2 миллионнан аса, 2 миллион 600 мыңнан аса нақты айтқанда құжаттар құпиясыздандырылды деп ресми деректер жарияланды. Енді осы тұста айтып кету керек, комиссия жұмысын енді үлкен ауқымды жұмыс өте. Оның себебі тереңде 1917 жылдан басталған Сталин қайтыс болғанға дейінгі қуғын-сүргін негізі. Бұл өте зардабы. 50 жылдардың басына дейін. 53-теміз ғой енді. Одан кейін де әрине болды. Жалпы 1991 жылға дейін, жалпы ол КСР құлағанға дейін, ол озық ойлы адамдармен, Алаштың идеясымен күрескен белгілі. Оған мен сізге қазір бір дәлел айтамын, кішкене кейінірек. Яғни қуғын-сүргіннің айтқым келген зардабы өте ауқымды. Өте ауқымды, себебі әрбір елді мекен, әрбір отбасын қамтыған. Ең сұмдығы адамдар жазықсыз қудаланды. Ешқандай жазығы жоқ, тіпті өмірдің қатыгездігінен бейхабар сәбилер 2-3 айлық балаларға дейін қуғын-сүргін құрбаны болды негізі. Себебі ата-аналарын ұстаған кезде ол балалардың өзі құрбанға айналды негізі. Зардап шеккен дейміз ғой, құрбан. Енді жүйелеп айтқан кезде комиссия құрылды. Комиссия жұмысын сүйемелдеу үшін 2020 жылдың аяғында мемлекеттік комиссия жұмысын сүйемелдеу мақсатында жобалық кеңсе құрылды. Жобалық кеңсенің басшысы Сабыр Ахметжанұлы Қасымов деген азамат, яғни заңгер ғалым болды. Ол кісі осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселесіне қатысты 40 жылдай бойы айналысқан. 3 комиссияда болған осы мәселеге қатысты тәжірибелі мол ғалым.
Жобалық кеңсе әлі күнге дейін жұмыс жасап жатыр. Кейінірек кішкене тоқталамын жұмысына. Осы комиссия жұмысын ғылыми жағынан сүйемелдеу мақсатында Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Астана қаласындағы филиалы құрылды. Сосын бұл комиссияның ерекшелігі бұрынғы комиссиялардан. 1993 жылы заң қабылданды бізде. 14 сәуірде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң бар. Ол заңға көптеген санаттар кірмеген қуғын-сүргін құрбандарының. Ал 2020 жылы құрылған комиссия 10 категория дейді, санаттарды анықтады. Құрбандар мен зардап шеккендердің санатын анықтады. Әрбір санатта 100-ден аса кіші санаттар бар. Кіші санаттар бар. Сол кісілердің бәрін, жазықсыз құрбандар мен зардап шеккендерді ақтау негізгі мақсат болды. Толық саяси заңдық тұрғыдан ақтау. Ең бірінші заңдық, сосын саяси ақтау. Сосын біздің қоғамда көбінесе қалың жұртшылық саяси ақтауға мән бермейді. Сұрақтар болады. Ақталды ғой, неге қайтадан көтеріп жатырсыздар деген сұрақтар қойылды. Біз негізі мемлекет комиссияның жұмыс тобының мүшесі болдық. Әрине архивтерде жұмыс істедік. Жалғыз біз емес, бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен ғалымдар қатысты. Сол кезде архивтерден көптеген деректерді көрдік. Негізі бұл комиссияның бір ерекшелігі зерттеуді, ақтау жұмыстарын төменнен жоғары қарай бастады. Яғни бұрын біз жоғарыдан басталса, яғни негізгі санаттар, белгілі бір санаттар ақталады, қалған кішкі санаттар қалып қояды. Жаңа айтып өттім ғой, саяси қуғын-сүргін бүкіл елді мекендерді қамтыды. Әрбір отбасы. Сонда ойлаңыз, қазақтың бұрынғы кеңес үкіметіне дейінгі қоғамында өзіміздің енді патшаның отарлық саясаты бізде әрине қамытын мойнымызға ілді ғой. Отарлық саясаты 20 ғасырдың басында 17 жыл дейміз, дендеп тұрды, асқынды. Кеңес үкіметі құрылып, сол саясатты әрі қарай жалғастырды. Негізі шындықты айту керек, басқаша формада жалғастырды. Егер де отарлық саясатты жалғастырмаса, біздің Алашты қудаламаған болар еді. Бір ғана ақиқат, негізі тарихи шындық. Сондықтан да бізде жалпы төменнен жоғары қарай басталды дегенім, өңірлік комиссиялар құрылды. Өңірлік комиссияларда жергілікті жерлерде ғалымдар тартылды. Бұған тек қана тарихшылар емес, философтар да тартылды, заңгерлер де болды. Енді ауқымды жұмыстар атқарылды. Соның нәтижесінде бізде архив құжаттары мен материалдар дейміз. Сосын оған қоса 20 томдық халық жады деп аталынатын естеліктер жинағы. Яғни қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақтарының, енді қуғын-сүргін құрбандары қазір енді көзі тірісі жоқ деп айтуға болады. Енді оның балаларының балалары естеліктерін жинақтап кіргіздік. Бұрын жарияланбағандар естеліктерді жинақтадық. Ғалымдар жерлерде енді ауқымды жақсы жұмыс жасады. Себебі жобалық кеңсе жұмысты сүйемелдеп, әдіснамалық тұрғыдан, ғылыми теориялық тұрғыдан бірнеше семинарлар өткізіп, жұмысты ұйымдастырып тұрды. Себебі бізде әлі күнге дейін отарсыздандыру мәселесі бар ғой. Бізде әлі күнге дейін сол комиссия құрылғанда байқағанымыз, ескі кеңестік көзқараста жүрген әрине ғалымдар да кездесті. Яғни кеңес үкіметі бізге реформа келді. Бұл ғалымдардың өзінің ішінара көзқарастар кездесті. Қызық. Құралай ханым, осы жерде сөзіңізді бөлгім келеді. Енді бұл жағы тікелей президентіміз өзінің пәрменімен құрылған комиссия жұмысының жемісі деп айтайықшы. Міне сөзіңіздің ортасынан бөлуге мәжбүр болып отырмын. Өйткені үлкен ауқымды жұмыс жасалған екен. Бұл ғылым үшін олжа, ғалым ретінде құттықтауға болатын дүние шығар сіздің әріптестеріңізді өзіңізді. Ондаған институттардың, жүздеген ғалымдардың мыңдаған құжаттарды сөйлеткені ғой енді, былайша айтқанда. Бірақ жаңа өзіңіз айттыңыз, бұл тек Қазақстан территориясын қамтыған үлкен тарихи уақиға емес, кешегі кеңес мемлекеттерінің территориясын тұтас қамтыған дүние деп. Тек ішкі архивтердің құжаттарын ғана залалсыздандырып, құпиясыздандырып жұмысымен айналысты ма комиссия, әлде мына көрші елдерде жатқан басқа елдердің архивтерімен жұмыс қалай жасалды деген сияқты. Оларда да енді білуімізше қазақ тарихына тікелей қатысты материалдар жатқандығы белгілі ғой. Әрине. Орынды сұрақ. Негізі бізде өзіміздің Қазақстанның ғалымдары өзіміздің арнаулы архивтер бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивінде, Ішкі істер министрлігінің архивінде, прокуратураның құжаттарымен
жұмыс жасады, соларды құпиясыздандырды. Шетелге іс-сапарға барып материалдар алып келді. Негізі, материалдар алып келді, ғалымдарға арнайы іс-сапарлар ұйымдастырылды. Бірақ негізі өзіміздің архивтердегі құжаттар құпиясы алынды. 2.600.000-нан аса құжаттар бұл өзіміздің ішкі ведомстволық архивтерден алынған. Негізі мемлекеттік комиссияның жұмысы негізі ғалымдар мен сарапшылар дейміз. Бізде тек қана ғалымдар емес, эксперттер болды, сарапшылар. Бір ерекшелігі бұл комиссияның. Бұл комиссияда заңгер ғалымдар бізде. Сталиндік биліктің, большевиктік сталиндік билік деп айтамыз негізі. Конституциясының, сосын жалпы заңдық нормаларының адам құқығына қарсы екендігін дәлелдеді. Себебі конституция, большевиктік сталиндік конституция негізі, олар адам құқығын қорғауға қабілетсіз болды. Осыны дәлелдеп шықты ғалымдар. Негізі сосын осы мемлекеттік комиссияның бір ерекшелігі 2020-23 жылдары жұмыс жасаған кіші қазан деп айтамыз тарихта. Голощекин келіп Қазақстанға кіші қазан болмады деп үлкен қасірет орнатты. Ол бір қарағанда реформа сияқты көрінеді. Ол реформа емес, ол халыққа қарсы бағдарлама. Деген біз ғалымдар тұжырымға келді. Осы мемлекеттік комиссияның ғалымдары мен сарапшылары. Себебі осы кіші қазан қасіретті жылдардың аясында 10-нан аса компанияны анықтап, сол әрбір компанияның біздің халықтың дәстүрлі, әлеуметтік, мәдени, жалпы ұлттық дамуына қарсы жүргізген саясатын, бағдарламасын анықтады. Негізі ол ең бірінші келіп, енді бізде жалпы тарқатып айтқанда қазақтың байлары, діни тұлғалары қазақтың қоғамын іргетасы болды, қоғамның бірлігін, дамуын, халықтың әлеуметтік мәдени жағдайын жоғары деңгейде ұстап тұрды. Патша заманында да күресті олар. Патша билігінде қызмет ете жүрсе де, іштей халыққа жақын болып солай қызмет жасады негізі. Ал Голощекин келген кезде соны байқады. Олар енді зерттеп келді, Қазақстанды зерттеп арнайы келді. Ол Голощекин жайдан жай басшы болған жоқ. Сол кезде келіп, ең алдымен қазақтың байларына соққы беру үшін егіндік, шабындық жерлерді бөлу деген бар өзі. Содан бастады. Ол науқаны әсер ете қоймады біздің байларға. Себебі біздің байлар тамырын тереңнен жайған текті байлар болды. Негізі халыққа ие болған байлар. Сол байлар негізі архивтерден, документтерде бар, тарихшылар жақсы біледі. Әрбір бай ауылда бір діни адамды ұстап, молданы тегін бүкіл ауылдың баласын сауатты қылған, оқытқан. Ол тек қана ол оқыған сабақтары діни ілім емес, тарих. Жырдың өзі тарих қой негізі, күйдің өзі тарих, енді айта берсек. Сонда бұл осы одан кейін байларға әлі келмегесін білесіздер, тәркілеу, ұжымдастыру, бәрі күштеп, мәжбүрлеп, сосын мәжбүрлеп, зорлықпен отырықшыландыру. Осының бәрін процестерін жүргізген кезде, сосын алашты қудалау. Алашты арнайы қудалап, себебі алаш халыққа ие болды. Біздің мемлекеттік комиссияның ғалымдары мен сарапшылары осы алаш қозғалысы, алаш партиясы, алашорда үкіметінің, алашорда зиялыларының, алаш зиялыларының қызметін жалпы халыққа жасаған біздің мемлекеттік ұлттық қазына, біздің үлкен рухани бұлағымыз ретінде сондай бір қорытынды шығарды негізі. Осы алаш зиялыларының жалпы барлық осы тұлғалардың, Қазақстанның мемлекетінің тәуелсіздігі үшін күрескен тұлғалардың шығармашылықтары, қоғамдық саяси істер, саяси ақталу керек негізі. Құралай ханым, енді осы жерде бір сұрақ қойғым келеді. Енді комиссияның мүшесі ретінде, тарихшы ғалым ретінде бір архив материалдарымен тікелей бетпе-бет жұмыс істедіңіз. Осы сіздерді елең еткізген, ерекше толғандырған, жалпы ғылымға бір жаңалық болып келген қандай архив материалдарымен ұшырастыңыздар? Жалпы қандай қиындықтарға душар болды біздің ғалымдар, комиссия мүшелері деген сияқты? Оңай дүние емес қой дегенмен. Әрине. Негізі архивтің материалын қарау үшін арнайы дайындық керек. Арнайы дайындық керек. Ол интеллектуалды интуиция деген мәселе бар. Ол тарихшыда болу керек. Себебі кеңес үкіметінің архивтері негізі олар кеңес үкіметінің деректерін жинау мақсатында құрылды.
яғни кеңестік саясат дейміз ғой. Большевиктік сталиндік саясат қой сол кезде құрған негізі архивтерді. Басында көп архивтер 1923 жылдар құрылды. Ойлаңыз, Совет үкіметі құрылғаннан бастап 2-3 жылдан кейін, ол жаңа азамат соғысы аяқталғаннан кейін дереу архивтерді жасақтауға кірісті. Оның өзі үлкен мән бар осы мәселеде. Яғни өздеріне тиімді, өздерінің жаңағы істеген істерін кейін ақтап алатын деректерді жинады олар. Осы мәселеге мән беру керек. Архивтегі деректі көріп алып, сол күйінше қабылдауға әрине болмайды. Бір тақырыпта бірнеше деректі салыстыру деген сияқты. Енді бұл таза кәсіби мәселе. Біздің тарихшылар, көбінесе ғалымдар, кедергілерге әрине тап болды. Мысалға, 1930 жылдары көптеген көтерілістер болды. Яғни халықтың барын тартып алғасын, халық амал жоқ көтеріліске шықты. Осы көтеріліске шыққан тұлғалар әлі күнге дейін ақталған жоқ бізде. Себебі олар жаңа адам өлтірді, кеңес үкіметіне қарсылық ретінде, бандиттік топ ретінде тырнақшаның ішінде айтамыз. Бағаланды, әлі күнге дейін солай архивтерде жатыр. Енді осы мәселені мысалға арнайы дайындығы жоқ адам, енді оны арнайы жамандайтын, немесе жаңағы жала жапсыратын қосымша материалдар да жиналды. Бұл мәселе әсіресе қылмыстық істерді оқыған кезде тарихшының арнайы дайындығы керек. Осы қылмыстық істерге қатысты құжаттарды жариялаған кезде кітап қылып, оған халыққа түсіндірме беру керек. Себебі қылмыстық істерде көбінесе жаңағы біреу ананың атасын ұстатты, мынау деген бір дақпыртқа айналып кетуі мүмкін. Ол НКВД, ОГПУ НКВД, ол адамды кінәсін мойындатудың, біреуге жала жапсырудың неше түрлі технологиясын қолданған. Адамды азаптаудың, енді адам, оны біз айтып жеткізе алмаймыз, неше түрлі сорақы техникасы меңгерген. Ол деген, оны біз қазір жекелеген деректер бар, шығып жатыр. Сонда айтқым келгені енді, мысалы бізде көтерілістер жай айтқан жоқпын. Бізде көтерілістер өте көп болды. Көтерілістер біздің мемлекет комиссияда жұмыс істеген ғалымдар, бізде сарапшылар анықтады. 1930 жылдары мысалға 500-ден аса көтеріліс болған дейді. 500-ден аса көтеріліс болған. Бұрын Талас Омарбеков, атақты тарихшы ғалым, біздің ұстазымыз, ол кісі енді көп еңбек сіңірді. Ол кісінің еңбектері арқылы біздер осы көптеген деректерді білмеген біліп өстік. Сонда ол кісі 372 көтерілісті белгілеп кеткен. Ал осы комиссия барысында 500-ден аса көтеріліс пен қарсылықтар. Яғни осы саннан-ақ көруге болады халықтың қаншалықты деңгейде ашынғандығын. Яғни халықты тіршілік ету көзден айырған кезде, енді сіздің сұрағыңызға жауап берейін, қандай дерек дедіңіз, елең еткізетін. Мен өз көзіммен көргем, осы арнайы архивтерде аштан өлгенше соғысы бөлек деген. Көрдіңіз ба? Бұл жай архивтерде халық көтеріліске шықты, кеңес үкіметін мойындаған жоқ деген сияқты бір айтылады. Бір бүлікшілер, бір кеңес үкіметі келіп, біздің халықты бір жабайы ретінде кеңес үкіметінің бір тырнақша ішінде реформасын қабылдамаған сияқты көрінеді, былай бетіп. Ал енді ар жақтан қараған кезде, көрдіңіз бе, аштан өлгенше соғысы бөлек дейді. Енді бәрі өледі, басқа не жоқ, ешқандай жол жоқ. Енді өзі отбасын қорғау керек. Енді өте сұмдық жағдай, енді айтуға да өте қиын. Мына жеткізу да қиын. Сонда осындай деректер өте көп. Сосын облыстық архивтерде де көп деректер. Яғни халық өзі үсті-үстіне нормалар белгілеген ғой, экономикалық науқандар. Ет, астық дайындау, мал, мысалға, сол кезде халық орындай алмай жатқан кезде, тіпті одан сайын үсті-үстіне белгілеп нормалар. Енді халықта ешнәрсе жоқ. Халық тіпті аң аулап, аңның етін тапсырған. Ол да жоқ, аң да жоқ енді. Көрдіңіздер ма? Енді осындай өте көп неше түрлі салықтарды ойлап тапқан. Көрдіңіз, ең соңында халық көтеріліске шыққан, оны қырған, жазалаушы отряд келіп, ешкімді аямай, одан қашқан, қалғандар, аман қалғандар шетелдерге, қазір шетелдерде жүрген қазақтардың басым көпшілігі сол көтеріліске қатысқан тұлғалардың ұрпақтары. Ол көтеріліске қатысқанда тек қана бізде ойлайды, батыр десе бір кинодағыдай олай емес. Бізде ишандар да батыр болған. Осы ишандар мектебін арнайы айтып кету керек. Ишандар деген осы халықты көтеріліс ашаршылық кезінде мүмкіндігінше қорғап қалуға тырысқан. Мысалы Қарақалпақстан жаққа қашқан кезде, осы жерлерде бар атақты ишандар. Апарып халықты қайттан алып келіп, енді елге оралғысы келеді ғой. Келгенде түк жоқ, ойлаңыз, жұмыста жоқ, ешнәрседе жоқ. Сонда енді бұл айтуға өте жеткізуді қиын. Яғни Голошекин келгеннен бастап бірнеше науқандар жүргізіп, айттым 10-нан аса деп анықтадық. Оның ішінде сайлау құқығынан айыру деген бар.
сайлау құқығынан айыру деген сөз болды. Ешқандай құқы жоқ оның. Жұмысқа да алмайды, ол адам өмір сүре алмайды. Оны кімді айырған? Хан сұлтанның ұрпақтары, байлардың ұрпақтары, бұрын патша кезінде қызмет еткендер, яғни діни адамдар. Оны ойлап қарасаңыз, қазақта адам қалмайды. Сонда қазақта адам қалмайды. Сондықтан да осы мәселелер, осындай енді деректер өте мол. Сосын біздің ғалымдар бір ауданнан тапты. Мысалға, Сырым Шымкент ауданында, Батыс Қазақстан облысында, осы комиссия жұмысы барысында 206 адамның списогін тапты. Мысалға, бір ғана ауданнан Алаш орданың қозғалысына жақтас, ниеттес болғандар мүшелері, олардың басым көпшілігі ақталмағандар. Олардың кейбіреуін тіпті халық білмейді, аттарын есімдері. Солай ханым, жаңағы қуғын-сүргінге ұшыраған жандардың ұрпақтарына қатысты айтып қалып отырсыз ғой. Жалпы енді ақталғандардың ұрпақтары, ақталмаған адамдардың ұрпақтары, жалпы оларға мемлекет тарапынан бір қолдау, немесе қоғам тарапынан, немесе сіздерге тікелей хабарласқан ұрпақтары болды ма? Алғыс айтып, немесе осындай ата-бабалар туралы өздері тың дерек көздерімен сіздерді кездестіріп деген сияқты, таныстырып? Негізі атасын іздеген адам көп. Атасын, бабасын іздеген адамдар өте көп. Тіпті бір үйде бірнеше адам аталары бар ғой, ол кезде көп ағайынды болған қазақтар. 11 адам, 12 адам ақталмаған. Олардың бәрі көтеріліске қатысқан. Себебін айттық, көтерілістің себебін. Сонда өте көп бізге әлі күнге дейін хаттар келеді, аталарын іздеген. Біздер президент архивіне жібереміз, арнаулы архивтерге жібереміз, облыстардың архивтеріне жолдаймыз хаттарды. Бірақ өкінішке орай аталарын туралы іздеген адамның мәлімет жоқ деген 90%, 98% деп айтайықшы, солай жоғалып келеді. Аталарын таба алмайды. Кейбір мысалы ұрпақтары болды бізге келіп, аталарын аудандық архивтерден тапқан. Сот тергеусіз атылғандар бар бізде. Яғни байларды ұстаған кезде көбінесе жағдайлар болған. Сол ауылдың немесе ауданның шетіне апарып атып тастайды. Сосын оны ешкім таба алмайды. Із-түзсіз кетеді. Адам жоқ болып кетуі мүмкін емес қой. Ол тіркеледі, құжат рәсімделінеді. Бірақ сот тергеусіз атылғандар, олар рәсімделмей қалады, дұрыс. Бірақ негізі аудандық архивтерде басқа бір құжаттардың ішінде ол жатуы мүмкін. Сосын кеңес үкіметінің құжаттарында арнаулы реттілік жоқ. Мысалға, істің атауы басқа, ішіндегі құжат басқа жатуы мүмкін. Көбінесе енді ондай жағдайлар өте көп. Сондықтан да сіз сұраған сұраққа, деректерге сондай бір кәсіби көзқараспен қарау керек. Енді қазір бұл ғылыми бағасы беріліп, әртүрлі деңгейде жағындай ғалымдардың, зерттеу институттарының жасалып жатқан жұмысы нәтижесін беріп жатыр. Әлі де зерттелетін, әлі де бұған былайша айтқанда бел шешіп білек түріп кірісетін үлкен терең тақырыптар ғой, тарихи. Енді қоғам тарапынан, жалпы осы бізде қазір қуғын-сүргінге ұшыраған жандарды еске алу күні арнайы белгіленген. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, бізде осы қуғын-сүргінге ұшыраған, зардап шеккен жандарды еске алу мәдениеті қаншалықты деңгейде дұрыс, немесе өз деңгейінде атқарылып келе жатыр? Жалпы мына мектеп қабырғасындағы, тарих пәнінің оқулықтарындағы осы репрессияға ұшыраған жандардың тарихы қаншалықты деңгейде насихатталып, оқытылып жатыр? Осы жағына бір ой жүгіртіп көрсек. Әрине, негізі мемлекеттік комиссия жұмысы барысында көптеген жинақтар жарық көрді, бірақ әлде де атқарылатын жұмыстар өте көп, ауқымды, өте көп. Мектептерде негізі оқулықтарды арнайы сараптаған жоқпын, бірақ менің күмәнім бар. Мемлекеттік комиссияның жарияланған барлық материалдары көрініс берді деген. Себебі бізде жыл сайын көптеген деректер анықталады. Негіз сол деректер ғылыми айналымға енгізіліп, мемлекеттік комиссияның материалдары негізінде жарияланған ғылыми айналымға енгізіліп, ол халыққа тегіс насихатталып жеткізілу керек. Яғни мақсат неде? Мақсат әділетті қоғамды орнатамыз деп. Президенттің арнайы тапсырмасы бар ғой. Негізі бұл халық өте қолдайды. Комиссия құрылған кезде де халық өте риза болды. Әлі күнге дейін президентке рахмет айтады. Негізі шындықты айту керек. Риза болады, рахмет айтады. Себебі осы комиссия жұмысының барысында
тарихи санамыз біздің биіктеді. Бұрында да енді төмен емес, биіктеді ғой. Одан сайын жоғарылады біздің тарихи санамыз. Көптеген жаңа мәселелер көтерілді. Тарихшылар тың тақырыптарды ашты негізі. Сонда енді бір үлкен мәселелер бар негізі. Бұл ақтауға қатысты. Бізге ұрпақтары көбінесе ақтау аталарын ақтап беруді сұрайды. Енді біз негізі комиссияның мақсаты ақтау болды ғой. Яғни толық ақтау керек. Саяси қуғын-сүргін құрбандары мен зардап шеккендерді. Себебі бұрынғы 1993 жылғы заң жобасында жаппай саяси қуғын-сүргіндерін ақтау туралы заңда көптеген категориялар, санаттар кірмеген, енбеген бізде. Сондықтан да жаңа заң жобалары бізде жасалынды. Мемлекеттік комиссияның ғалымдары мен сарапшылары сол заң жобалары нақты айтқанда бірінші заң жобасы саяси қуғын-сүргін құрбандары мен зардап шеккендерді толық заңдық ақтау. Екінші заң жобасы Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күрескендерді саяси ақтау және олардың мәртебесі туралы. Тақырыптарынан байқап отырған шығарсыздар. Яғни бірінші заң жобасы қабылданса, толық саяси толық заңдық ақталса, онда барлық ақталып кетеді, бүкіл категория ақталып кетеді. Көтеріліске қатысқандар да ақталып кетеді, діни тұлғалар да ақталып кетеді. Себебі олардың ешқандай жазығы жоқ, олар құрбандар, зардап шеккендер. Яғни өмір үшін күрескендер. Одан кейін Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күрескендер дедіміз ғой. Біз сол кісілерді біз негізі мемлекеттік деңгейде құрметтеп мәртебе беру керек негізі. Алаш зиялылары, тіпті яғни кеңес үкіметі өзіне қарсы таптық, яғни өзіне қарсы келген, немесе таптық көзқарасы бар ғой кеңестің. Бір стандарттық көзқарастары бар өздерінің, таптық күрес деген. Сол формуласына сәйкес келмей қалғандардың бәрін қудалады ғой. Сонда бүкіл қазақ халқы қудаланды дегенге айтуға болады тіпті. Себебі біздің өзіміздің, Жүсіпбек Аймановтың айтқаны бар ғой, қазақта тап жігі жоқ деген ғылыми тұрғыдан анықтамасы бар. Сосын біздің негізі алаш зиялылары бір өте сондай феномен ғой, ерекше. Олар барлығын біліп айтып жазып кетті. Большевиктермен олар негізі қас болған себебі большевиктердің саясаты адамның, халықтың табиғатына қайшы. Яғни адамның өмір сүру табиғаты, құқығы, ұлттың азаттығына қарсы негізі. Бұл жалғыз қазақ емес, жалпы бүкіл большевиктердің қол астында қалған халықтардың бәрі зардап шегіп, құрбан болды негізі. Сол мақсатта олар халықты аман сақтау үшін, мүмкін қазір біздер үшін жазып кеткен болар. Қазақ газетінде аямай жазды, одан кейін бірнеше еңбектер жазды ғой. Амал жоқ, кеңес үкіметінің жағына өтті, халықтың мүддесі үшін. Сол кезде олар жаппай ағартушылық жұмыспен айналысты. Бұл да күрестің бір тактикасы. Бұны әлі күнге дейін айтады, ой, большевиктер жағына шықты ғой деп бір тура түсінетіндер де бар. Жоқ, олар жайдан жай шыққан жоқ. Әлихан Бөкейханның айтқаны бар ғой, мен кеңес үкіметін сүйген жоқпын дейді, сүйген де емеспін дейді. Осының өзі бұл көптеген мағынаны көрсетіп тұр алаштың. Сондықтан да осы біздің қаһармандар бар, нағыз қаһармандарымыз енді. Сол алаш зиялылары, біздің азаттық үшін күресіп кеткен Мұстафа Шоқай мысалға, олардың барлығы, тіпті діни өкілдері, мысалға қарапайым тұлғалар бар ғой, дін өкілдері бар, бір ауылды аман алып қалған, көтеріліске шыққан ишандар бар. 30 жылдары амал жоқ шықты, 75-ке келген кісілер, 80-ге келген кісілер көтеріліске қатысқан, бастаған ишан молдалар. Соның барлығы олардың яғни саяси қызметі, шығармашылықтары, қоғамдық қызметтер саяси ақталу керек. Осы екінші заң жобасы олардың арнайы мәртебесін алғаш рет мемлекеттік деңгейде көтерді. Енді үшінші заң жобасы бұл мәжбүрлі босқындарға қатысты. Амал жоқ, мәжбүрлі босқын болды. Бізде қазір айтады, жай босқын деген сөзді қолданады. Кеңес үкіметінің трактовкасымен. Дұрыс емес, бізде мәжбүрлі босқын болды. Тіпті архивтерде бар, дерек өте мол. Байларды, діни адамдарды жер аударған ғой. Мысалға Ақтөбенің байларын Павлодарға жер аударады, Павлодардың Қарқаралыны, солтүстікті Ақтөбеге, Орал жаққа жібереді дегендей. Сонда үлкен кісілер жазған, барымызды алыңдар, малды да алыңдар, затты да алыңдар, бірақ бізді туған жерден жібермеңдер деп. Енді өмірінің соңы басқа жерге бар, тіпті жолда қайтыс болғандар бар, жетпей. Одан кейін 2-3 айлық баласымен жер аударылып, сәбилер кәмелетке толмаған, олардың түгелдей дерлік қырылып қалды негізі. Байлар Байқала деген бар, солтүстік Қазақстанда лагердің орны болған. Осындай лагердің орындары бүкіл жер-жерде бар. Байларды қамаған ғой, енді лагер жоқ, ешнәрсе жоқ. Бір ашық аспан астында, суықта бәрін қамаған. Сол кезде талай адам қырылған.
байлардың өзін емес, бүкіл отбасыларын қамаған ол жерде. Әйел балашаға кеткен, одан қашқандар бар. Енді айтатын нәрсе өте көп. Мына жоғарыда аталған айтып кеткен 2 заң жобасы, ол парламентте бізде жатыр негізі. Мемлекеттік комиссияның ғалымдар мен сарапшылары, заңгерлер тобы арнайы дайындады. Осы 2 заң жобасы қабылданса, онда барлық құрбандар мен зардап шеккендер түгелдей ақталады. Сосын мемлекеттік деңгейде біздің қаһармандарымыз ұлықталады. Негізі. Өте жақсы. Бұның тезірек шешімін тауып, үлкен ғылым үшін, қазақ тарих үшін бір жетістігі бар дүние болатындығына бізде тілек қосқымыз келеді. Соны тілейміз. Енді өзіңіз ғалым ретінде, Құралай ханым, репрессия құрбаны болған әйелдер тақырыбын бірнеше жылдан бері терең қозғап жазып келе жатқан ғалымсыз. Ғылыми жұмысыңыздың негізгі өзегі де, тақырыбы да осы репрессия құрбандары, әйел адамдар туралы. Осы төңіректе сұхбатымызды ары қарай өрбітсек, ғылыми тақырыбыңыздың төңірегінде. Негізі саяси қуғын сүргінге ұшыраған әйелдер тақырыбы бұл іргелі зерттейтін тақырып негізі. Біздер осы саяси қуғын сүргін жылдарында қазақтың ұлт ретінде сақталып қалуына тікелей себепкер болған біздің аналарымыз. Осы біздің аналарымыздың биік рухы, негізі олар туралы әрине том-том кітаптар жазылу керек. Бір ғана диссертация емес, жүздеген диссертациялар қорғалу керек. Негізі бізде әйел мәселесі деп кішкене бір ондай көзқараспен қарамау керек. Негізі отан отбасынан басталады дейді, ал отбасындағы негізгі тәрбие әйел анаға қатысты. Бұны атам қазақ баяғыдан айтып кеткен, даналықпен. Неге әйелдерді қудалады? Себебі анасы аман болса, ол әкесінің атала бабаларының шаңырақтың түтінін түтетеді, баланы сол рухта тәрбиелейді. Қазақта өзінің қыздардың миссиясы сол ғой негізі. Біздің аналарымыз, тіпті біздің қазақтың қыздары елмен елді татуластырған. Негізі талай аналарымыз басқа елдің хандарына ұзатылып, басшыларына, ол қыздардың миссиясы күшті болған. Бізде қазақтың қыздарының сол миссияны 1930 жылдарда бұлар өз деңгейінде атқарды, негізі біздің аналарымыз. Енді түйіндеп айтқан кезде әйелдерді арнайы қудалады. Отан сатқан опасыздардың отбасы мүшелері деген бар. Арнайы сондай заң болды. Бұл заң 37 жыл қабылданды. Бірақ әйелдерді қудалау сол Голощекин келген кезден басталды негізі. Себебі Голощекин келген кезде ет, астық дайындау деген әртүрлі компаниялар болды ғой, зорлық-зомбылыққа негізделген. Сол кезде сол компанияларға әйелдерде қарсылық танытты негізі. Себебі олар бізде жалпы қазақтың қызының, қазақтың әйелінің өзінің бір еркіндігі болды. Бізде кеңестік түсінікте бар. Революцияға дейін, яғни революция деп бұлар қазан төңкерісін айтады. Негізі ешқандай революция емес, ол төңкеріс қой. Ленин бастаған большевиктер төңкеріс жасады. Сол қазан революциясына дейін деп өздері жазады. Қазақтың қыздары, әйелдер күң болды, құл болды деп. Әлі күнге дейін сондай бағыттағы еңбектер кездеседі, оқып жүрміз. Бұл мүлдем қате түсінік. Бұл мүлдем әрине патшаның отарлау саясаты дендеген тұста біздің қазақтың қыздары әрине мәртебесі төмендеді. Себебі ер адамдардың мәртебесін төмендеткен кезде қыздардың да амалсыздан мәртебесі төмендеді. Енді бұл басқаша тақырып. Ал Голощекин келген кезде ол білді, әйелдерді кеңестік құрылысқа тарту мәселелері көтерілді. Яғни әйелдерді, Сталиннің өзі айтқан, әйелдер колхозда үлкен күш деп. Әйелдерді басшы қызметке тарту деген болды саясат. Сонда архивтерде бар. Әйелдер жасады, жиналыс жасайды, әйелдерді прокуратураға қойған, судьяға қойған, енді сондай бір сән болған. Сол кезде әйелдер айтады, біздің біліміміз жетпейді дейді. Біз болмаймыз деп бас тартқандар да болған. Енді ол кезде партия арқылы бәрін репрессия жүргізді ғой. Сол саясат ақырын өзінің мақсатына жеткен. Яғни әйелдерді пайдаланып, кеңестік, большевиктік сталиндік саясаттың қолшоқпарын айналдыру мәселесі. Енді бұл әрине бұл қуғын сүргінмен ұласты. Қарсылар болды, жұмыстан шығарды деген сияқты. Одан кейін әрине социалистік құрылысқа қызмет еткен әйелдер де болды. Енді адам болғасын әртүрлі саясат дегеніне жетеді ол негізі, дұрыс болмаса. Сонда нақты айтқан кезде көтеріліс кезінде
көтеріліске қатысқан аналарымыз да болды. Тіпті олар толыққанды іргелі зерттелген жоқ, мысалға. Одан кейін мына 37 жылы халық жауы деп бәрін ұстады ғой. Сол кезде солардың әйелдері, аналары, қыздары, түгелей балалар түгелей дерлік қуғын сүргінге ұшырады. Олар қуғын сүргінге ұшырап қана қоймай, олар өмір бойы қоғамнан шеттетілді. Әсіресе алаш зиялыларының ұрпақтары, сосын байлардың, діни тұлғалардың, ишандардың ұрпақтары қоғамнан кәдімгідей аластатылды. Оқудан шығарады, оқуға алмайды, жұмысқа алмайды деген сияқты сондай қағажу көрді да, қоғамды, біздің қоғамды жаңағы толық психологиялық, рухани тұрғыда отарлады ғой. Сонда ең сұмдық жаман нәрсе психологиялық тұрғыдан отарлау, яғни ерікті жойды, еркіндікті жойды, сананың еркіндігін жойды. Сосын біздер ләппай тақсыр деген құлдық психология, не айтса да орындау. Халық соған амалсыз көндікті. Соған амалсыз көндігудің бір несі ашаршылық. Ашаршылық кезіндегі үрей, халықтың бойындағы ашаршылықтан жаңағы гигиенаны сақтамау элементарный, яғни халықтың қор болуы біздің ол жаңағы менталдық тұрғыдан әрине әсер етті. Сондықтан да мына біздің мемлекеттік комиссияның жұмыстары негізі біздің осы толық ұлт ретінде жаңағы біздің кеңестік жүйенің, яғни большевиктік сталиндік биліктің санамызға сіңірген, қалдырған, санамызға салған жарақаттарынан, саналарынан, жаңа санадағы жара дейді ғой, құлдық психологиядан арылуға көмектеседі. Осы мақсатта біздің бүкіл ғалымдар, негізі тарихшылар, заңгерлер, философтар енді олардың барлығы бір кісідей жұмыс жасады. Енді солай айтуға болады негізі. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, осы тақырыпты бірнеше жылдан бері қаузап келесіз. Өзіңіз де әйел адамысыз. Осы репрессияға ұшыраған әйелдердің тағдырына қатысты неге ұзақ жылдар бойы осылай көмескіленіп, көлеңкеде қалып келді бұл тақырып деген сияқты ой сізді мазаламады ма? Әрине, мен негізі студент кезімде мазалаған бұл тақырып. Студент кезімізден осы реферат деген бар, жұмыс, ғылыми жұмыс. Сол тақырып ретінде алып, сол кезден бастап мазалайтын, әрине. Бұл негізі саяси қуғын сүргінге ұшыраған әйелдер тақырыбы, айтып өттім ғой, іргелі зерттелу керек. Себебі біз мына санамызға салған әсіресе әйел мәселесі, қыздардың жаңағы тәрбиесіне қатысты мәселелерде негізгі проблемалар сол кеңестік жүйе дейміз ғой, большевиктік сталиндік саясат тамыры сол жақта жатыр. Негізі әрине біздің қазақтың қызының өзінің портреті бар, бейнесі. Ол еркіндік, даналық, яғни отбасына қызмет ету. Сонда қорытындылаған кезде мен түйіндеп айтқанда, саяси қуғын сүргінге ұшыраған әйелдер, біздің аналарымыз, олар белден кешкен азапқа ерекше қайсармен, қайратпен төтеп бере білген, жеңген сол қасіретті, ерекше рухы биік аналарымыз деп айталам. Себебі олар күйеулері ұсталған кезде 8 жыл, 10 жыл, 20 жыл лагерге айдалды. Лагерге айдалған кезде, ол балалардың басқа лагерде негізі 3 жасқа дейін ғана баланы алады, 3 жастан кейін баланы детдомдарға жібереді. Енді өзіңіз ойлаңыз, анасынан баланы тартып алу деген, енді жер бетінде одан асқан трагедия жоқ. Ойлаңыз енді. Сонда соның бәрін олар көре жүріп, лагерден шыққаннан кейін соны балаларын тауып алып, оларды оқытып, адам қылып тәрбиелеп өсірген біздің мыңдаған аналарымыз бар, мысалға. Сондықтан да бұл тақырып енді әлі де зерттеуді толық зерттеу, іргелі зерттеу керек. Сосын ол біздің қайратты аналарымызды тек атақты ғана емес, танылмай қалған, ескерусіз қалған, оларды біз шығаруымыз керек, әрине. Себебі бізде ұрпақтары барлар, немесе репрессияға ұшыраған тұлғалардың ұрпақтары балалар іздейді, ұрпағы жоқтар қалып қояды көлеңкеде. Осы мәселені біздер ескереміз. Жақсы. Енді Құралай ханым, жаңа өзіңіз айтқан комиссияның жұмысы, тікелей президентіміздің пәрменімен құрылған комиссияның жұмысы, заңдық жобалар парламенттің қабырғасындағы, жеке өздеріңіздің ғалым ретінде, тарихшы ретінде жасап жүрген жұмыстарыңыздың барлығы тұтас мына отарсыздану саясатының, ғылыми жаңалықтарға жасалған батыл қадамдар, жаңа өзіңіз айтып кеткен психологиялық, саналық тұрғыда отарсыздану процесі әлі де жүріп жатыр, әлі де жүре беру керек деген ойды айтып қалдыңыз.
Осы тұрғыда бір қысқа ғана сұрақ қойғым келеді, содан кейін хабарымызды ширамыз. Нақты қандай қадамдар жасалу керек деп ойлайсыз? Осы саналық тұрғыдан азат болу үшін, осы тарихымызға деген үлкен талғамның қалыптасуы жолында, құрметпен қарау жолында деген сияқты бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне қатысты. Орынды сұрақ, әрине. Негізі мәселе өте көп бізде. Осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын мен зардап шеккендерді толық ақтау қажет. Президент жарлығында белгіледі, мақсат қойды. Осы толық ақталу қажет. Осы мемлекеттік комиссияның жұмысын жалғастыру үшін арнайы үкіметтен бағдарламалық қаржы бөлініп, 1920-1950 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары мен зардап шеккендерді толық ақтау, іргелі зерттеу мәселелері не қатысты жоба бізде бар, жұмыс жасап жатыр. Биыл соңғы жыл осы жоба аясында біз 2024 жылы 13 том жарияланды, яғни архив материалдары және естеліктер жинағы. 2025 жылы 10 том жарияланды, сосын биылғы жылы 10 том архив құжаттары мен жинағы және естеліктер жариялау жоспарлануда. Енді бізде негізгі жарлықта көрсетілгендей толық заңдық саяси ақтау қажет. Негізгі мақсат осы. Себебі бізге жобалық кеңсеге келіп түскен хаттар көбінесе аталарын ақтауды сұрайды. Олар сосын біздер сұхбат алған кезде сұрақ қоямыз. Енді біздің ғалымдар, сарапшылар, мемлекеттік деңгейдегі қызмет ететін мемлекеттік санамен қаруланған адамдар. Себебі ғалым негізі ол әділдік үшін, адалдық жолында жұмыс жасау керек. Негізі ғалымның негізгі миссиясы сол. Тарихшылар тарихи шындықты ашады, тарихи ақиқатты, заңгерлер заңдық тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан қамтамасыз етеді. Мысалға мәселенің философтар пайымдайды деген сияқты. Осылай бізде пәнаралық зерттеу арқылы жоба жалғасуда. Сонда біздер сұраймыз. Мысалы, енді мемлекеттің қауіпсіздігі біз үшін бірінші орында тұрады. Негізі біздер ұлтаралық бірлік, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға атсалысуымыз керек, атсалысып жатырмыз негізі. Ғалымдар мен сарапшылар. Сонда біз сұрақ қоямыз. Яғни, мысалы сіздің аталарыңыз репрессияға ұшырады. Сіздің аталарыңызды қудалаған адамдарға қатысты қандай пікіріңіз бар деп мысалға. Немесе ақшалай өтемақы, енді байлардың ұрпақтары ғой кезінде конфискацияға ұшыраған. Сұраймыз, соны сіз ойыңызда бар ма дегенде, олар барлығы жауап берді. Жоқ, олар ешқандай ақшаны да сұрамайды, ешқандай ешкімді қуынбайды. Бізге жауап бергенде былай етті. Мысалы айтады, көбісі үлкен кісілер, қарағым дейді, ол заман сондай болды дейді. Ол менің атамды ұстаған адамда дейді, қайбір жетіскеннен ұстап берді дейсің деген, біз жауапты өз құлағымызбен естідік. Сонда бізде мифтік түсініктер бар, бір-бірімен араздасып кетеді ұрпақтар. Ол бірінші ұрпақ, екінші ұрпақ кетті. Мысалға, сол репрессияға ұшырағандардың үшінші ұрпақтары көбінесе қазір. Олар аталарын ақтап беруді сұрап жүр. Тек қана ақтап беру. Себебі бізде арылу деген мәселе бар. Мысалы бізде, сіз айттыңыз ғой, мәселелер өте көп дедім, соны бір-екеуін айтайын. Мысалы біз өзіміздің қаһармандарымызды сол мемлекеттік деңгейде ұлықтауымыз керек. Өзіміздің қаһармандарымыз бар. Анау Кенесарыдан, оның ар жағынан басталған негізі. Ел үшін, жер үшін, яғни Қазақстанның территориялық тұтастығы үшін, азаттық үшін, рухани даму үшін күрескендер тұлғалар, оларды біз мемлекеттік деңгейде ұлықтау керек. Оларды саяси ақтау керек. Негізі, сосын репрессияға жазықсыз ұшырағандар, құрбандар мен зардап шеккендердің барлығы толық ақталу керек. Себебі кеңес үкіметі дейміз ғой, большевиктік сталиндік биліктің тірегі болған кеңестік жүйе құлап қалды. Ол мемлекет келмеске кетті. Ол біз ешкімге айып тағу ондай мақсат емес. Ешкімді кінәлау деген ондай ешқандай мақсатта жоқ. Негізгі мақсат жазықсыз құрбандарды, зардап шеккендерді ақтау, олардың ақадал есімдерін қайтару, сосын саяси ақтау мәселесі. Осы мақсатта ғалымдар жұмыс жасайды, осы мақсатта кітаптар шығарады. Яғни бүгінгі уақыттағы ұлт алдындағы, ұрпақ алдындағы да ең ұлы мақсаттың біреуі осы ғой. 2024 жылы Алаш қозғалысы, Алаш партиясы, Алаш орда үкіметіне қатысты
құжаттар мен материалдар жинағы, естеліктер жинағы, жаңа эксклюзивті деп айтамыз, жарық көрді. Ол жинақты құрастырудағы ең басты мақсат, яғни ең бірінші том аталды Алаш қозғалысы, яғни ұлттық ренессанс ретінде. Яғни Алаш қозғалысы, Алаш партиясы, Алашорда үкіметін жеке-жеке, сосын Алашорданың батыс бөлімі, мысалға, бізде мысалы батыс Алашорда деп айтады, бұл дұрыс емес. Алашорданың батыс бөлімі, немесе Алашорданың оңтүстік бөлімі деген сияқты арнайы томдар, Алашорданың орталығы, мысалы Семейдегі, шығыстағы арнайы томдар шығарылып, мақсат негізі Алашорда үкіметінің қызметін халыққа арнайы насихаттап, соған үлес қосу. Бәрекелді. Құралай Қуандыққызы, хабарымызға келіп, уақыт бөліп, ордалы ой айтқаныңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Ғылым жолында азабы ауыр, еңбегі зор, жауапкершілігі үлкен ғылым жолында сіздерге табыс тілейміз. Ұлт руханиятында, ел тарихында елеулі еңбек ете беріңіздер. Жұмысыңызға, шығармашылығыңызға табыс тілеймін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі Сара сөз тәмам. Аман сау болыңыздар.